Alhamdulillahi Rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, fala udwana illa ala zalimin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin ala sayyidina wa habibina Muhammad. Бүгінгі біздің және кезекті болған кездесуіміз Алланың сіздерге жақсылығы мен амандылығы болсын, пайғамбарымызға салауат болсын. Бүгінгі біздің тоқталатын нәрсеміз тауба бабына біздер тоқталамыз. Осы қысқа уақытымызда ең бірінші тауба деген қайту дегенді білдіреді. Тілдік болған мағынасы, шариғаттағы болған мағынасы күнә жұмыстарды тастап, шайтанды тастап, бұл айтқанда Аллаға бет бұру дегенді ол жерде аңғартады. Яғни бұл айтқанда адам баласының таубасы қабыл болу үшін ғалымдар не дейді? Үш жұмысты істеу керек дейді. Ең бірінші күнә жұмысты тастау керек дейді. Екінші өкілу керек дейді. Үшінші ниет ету керек дейді. Мен екінші рет осы жаман болған күнә жұмысқа бармаймын деп ниет ететін болса, иншалла Алланың қалауы бойынша Алла ондай күнәларды не қылады? Күнәларды кешіреді. Алла Құран кәрімде айтады: "Құл ибадиллазина", ей Мұхаммед айт сондай пенделерме, өздеріне исрапшылық еткендерге. Исрапшылық деген немене? Яғни шектен шығып кеткендерге, Аллаға бет бұрмағандарға кезінде не деп айтты? "Ла тақнату мин рахматилла". Алланың мейірбандығынан не қылмасын, үміттерін үзбесін. Неге? "Инналлаха яғфиру зунуба жамиа" дейді. Өйткені Алла Тағала барлық күнәларды не қылады дейді? Кешіреді дейді. Егер адам баласы өз уақытында Аллаға бет бұратын болса. Сондықтан да бізде кейбір уақытта қателіктер болып тұрады. Кейбір уақытта мысалы дек көп адамдар мысалы айтады: "Міне біз жастық кезінде бізде мынандай кезең болды, мынандай болды. Дін бізге ешкім үйреткен жоқ, дінден алыс болдық" деп. Міне қазір мүмкіншілік бар. Адамның тәні сау ма, жаны бекем ба? Ондай болса, ол міндетті түрде Аллаға бет бұру керек, Алламен бірге болу керек. Сондықтан тауба қабыл болу үшін күнә жұмысты тастаңыз бірденеге. Екінші, істеген күнә жұмысқа өкініңіз. Үшінші, ниет етіңіз: иншалла мен енді өмір бойы не қылмаймын, сол күнәға бармаймын, оған қайтадан істемеймін деп ниет ететін болсаңыз, Алла Тағала барлық күнәларды кешіретінді ешқашан ұмытпауымыз керек. Сондықтан Алла дұғалар тілектерді қабыл етсін. Алла Тағала бізге осы таубаларымызды Алла қабыл етіп, хақ жолымен, ислам жолымен, Алланың жолымен көрсеткен жолымен не жүруіне Алла нәсіп етсін. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.